Вы знаете, дорогие друзья, мы научно доказали, что у каждого человека есть свой двойник. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Двойник? Тагын нәрсе ойлап тапты инде бу. Малыш, ты что, тут ни в коем случае шутить нельзя. Валла, мен айттым маны. Ғұмыр рушаш айттырмын деп ойламаған. Малыш, бұл кісілер шайырға ярамай. Мара шайырсақ, ikimiz de terekileş asalar. İşte bu bize бірінші президентimiz Ментимир Шәріпов Шаймиев. Bir hürmet kalayık kişi. Манық двойника нету и не бывает. Қара! Брежневқа шаған екен бейді. Ментимир Шәріпов. Ирар, эне, дальше. Бұл Мишар қызы. Ирка, жарлай бұл. Это икра. Ирар, кеттіңдер. Бұл ралик реакшн. Яш жігіт. Кеттік дальше. Bu Ramil Şarapov жұмға кішін апыра. Ғұмырға Данир Сабиров білен бұтадылар. Ұл түгіл, bu Ramil. Гүлдания, мына ең ғади тинақ қызымыз енді. Простай, өзіміздің ауыл қызы. Хамдуш. Малыш, мұның бәрі аккуратны. Бұл любойын бір удар білен аударыға может бұл қатын. Ең күші қатын бұл біздің. Ерер, малыш, Хамдун апаға да ярдам етірек керек. Биыл Хамдун апа жай күні ауылда су құйынғанда аны ат кигеуін ішлеген. Стоп! Объясните, пожалуйста, мне слово кигеун. Анаңны екен, офалам, ха. Тәржімәші біле келесі қалған. Кигеун, это... Вот муху, знаешь, муху? Малыш. Так. Вот кигеун, это друг мухи. Но враг лошади. Алысың ма? Откусил Хамдуну. Вы знаете, дорогие друзья, а он ведь прав. Она действительно сильная женщина. Про таких, дорогие друзья, говорят. Есть женщины в русских селениях, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Ey, akıllı sözler söyledi indi. Bizi Hamdun apa не только коня, atını kütüğü bilen tuqtatırğa может. Ayten bit. Hamdun apa bu ağa ne bolsa da 3 gün maksimum şeriliyor. 3 gün. Kigön işlegеште скоро шақырған ол. Алар келіп жеткен тірілген енді ол уже. Хаманда жынды Күр Хамдуна Темірғалиева! Скоро гүлі өкіріп, скоро гүлі өкіріп, скоро күтті өліп кетпәгіз бару, скоро күтті өліп кетпәгіз бару, әйтірді